Президенттің әр жолдауынан жұртшылық жағымды жаңалық күтеді. Сондықтан маңызды құжат бұл жолы да ел дамуына арналған тың бастамалардан құралған. Әрі мемлекет басшысы барлық саланы нысанаға алып, кемшін тұстарын толықтыруды көздеген. Саяси құжаттарға жаңалықтар туралы әріптесім тарқатсын. Елге қатысты біраз жаңалық жарияланды. Жұрт оны бір сағаттан астам уақыт тапжылмай отырып тыңдады. Өйткені бұл әрі қарай дамып, өсуіміз үшін бағдар болатын бастама. Жолдауды ден қойып тыңдаған зауыт жұмысшылары көңілінен шыққан тұстарын айтып бөлісті. Әсіресе ел экономикасын тұрақты дамытуға қатты кедергі болып отырған су тапшылығы мәселесі айтылды. Президент сырттан келетін судың азайып бара жатқанын сөз етті. Әрі сол судың өзін тиімсіз пайдалану жағдайды одан әрі ушықтырып отыр деді. Бұны реттеу үшін алдағы 3 жылға арналған жоспар құрылмақ. Бүгін біздер Қасым-Жомарт Кемелұлының жолдауын тыңдадық. Жолдаудың біз қолдаймыз. Бізге мұндай мәселе өзіме жақын болып тұр. Ол еліміздегі су тапшылығын мәселесін шешу, мамандарды дайындау. Мәселе бізге келіп жатқан өзен сулардың кеуіп қалуы, тартылып қалу мәселесі. Қала көлеміндегі де былтыр жағдайды қарасақ, бізде Ақтөбе қаласындағы өзен суларын таусылуы байқалды. Бұл өте күрделі мәселе деп ойлаймын. Жолдау бойынша осы 3 жылдың ішінде мамандарды дайындау программасы жүзеге асу керек. Соны қолдаймын. Зауыттықтар тек өз саласы ғана емес, жалпақ жұртқа жасалған тиімді жағдайларды естіп қуанды. Соның бірі президент арнайы тоқталған автокөлік сатып алу кезінде төленетін алым-салық мәселесі. Шет мемлекеттен әкелетін темір тұлпарларға қатысты түйткілдер көптің зықысын шығарғаны мәлім. Енді заңсыз тасымалдаудың алдын алу үшін біраз батыл шара қолға алынады. Ал биыл 1 қыркүйекке дейін елге әкелінген автокөліктерді заңдастыру мақсатында утилизация және алғашқы тіркеу үшін төленетін қаржы көлемін 200-250 мың теңгеден асырмай, әрі бәріне бірдей және бір реттік алым алуды ұсынды. Біздер Ақтөбе ферроқорытпа зауытының ұжымдастары жаңа Қазақстан Республикасының президентінің посланиесін жолдауын тыңдадық. Сол жолдаудан маған как қарапайым адам ретінде автокөлік туралы посланиесі жолдауы өте жақсы ұнады. Қазір мысалға 250-300 мың ақысына машинаны уже тіркеуге қоюға болады деген жолдау болды. Бұйырса, жақсы жаңалықтар болады деп сенемін. Денсаулық саласына талай реформа жүргізілсе де, жағдайы аса өзгере қоймады. Әсіресе қызмет көрсету сапасына көңіл толмайды. Сайып келгенде келеңсіздіктің бәрі қаржыға келіп тіреледі. Мәселен, бүгінде еліміздегі 650 елді мекенде емдеу мекемесі жоқ. Олқылықтың орнын толтырып, алдағы 2 жылда бұл ауылдарда медициналық және фельдшерлік, акушерлік бөлімшелер салынады. Қажетті құрал-жабдықпен толық қамтамасыз етіледі. Бұл 1 миллионнан астам адамның сапалы медициналық қызмет алуына мүмкіндік. Медицина саласына көптеп көңіл бөліп, соларды қаржыландырып жатыр. Ауруханаларды көптеп бөлініп жатыр. Ол медицина саласындағы сапаны жақсартады. Қызмет көрсету және жұмыспен қамту орталықтары да пайда болады. Қазір медицина саласында оқып жатқан көптеген жастарымыз бар. Және де бұл халықтың денсаулығын жақсарту мақсатында. Яғни халықтың денсаулығы қалай жақсы болса, болашағы да сондай мықты болады. Зауыттықтардың жолдаудан түйген ой пікірі қысқаша осы. Енді олар елде елеулі өзгерістер болу үшін күш салмақ. Райгүл Еншібай, Азамат Сауқанов, Ақтөбе телеарнасы.